Қайырлы күн баршаңызға, сіздермен Ұлданай. Бүгін сіздермен балалардың ең сүйіп жейтін мармеладын қолдан қалай жасау керек екенін толық түсіндіріп көрсеткім келіп отыр. Менің балаларым өте қатты сүйіп жейді. Сол себепті осы видеоны түсіріп сіздермен бөліскім келіп отыр. Бізге қажеттісі желатин, яғни мармеладтың осындай сухой түрі, және оны бір пиала суға жақсылап араластырып алатын боламыз. Достар, менің каналымда көптеген әдемі, оригинал, оңай және тез дайындалатын рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Мына видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Дайын болған желатинімізді бөлек бір жерге алып қойыңыздар. Енді бізге желатиннің түрін қандай түспенен өзгертесіздер, өздеріңіз білесіздер. Менде осылай қысқа арналған банкада тұрған осындай вишнядан жасалынған вареньяның согын алатын боламын. Үстіне 2 стакан су құйып, жаңағы дайын тұрған желатинімізді осы ыдысымызға құйып алатын боламыз. Мен осылай басында кішкентай қасықпен құйдым. Кейін артынан барлығын, бір пиаланың барлығын қосып, осылай баяу отта шамамен қойыланып, ақ көбік шыққанша отта ұстадым. Міндетті түрде үнемі қозғалтып отырыңыздар қасықпенен. Үстіне 3 ас қасық қант қостым. Көп салудың қажеті жоқ. Себебі мармеладымыз қатты тәтті болып кетсе, балалардың тілі ойылып кетуі мүмкін. Сол себепті қантты көп қосқан жоқпын. Міне енді қайнап болды, ыстық біздің мармеладымыз. Қазірше сұйық. Қазір осыны ыдысымызға, кез келген ыдысқа құйып, бетін жауып, тоңазытқышқа қоятын боламыз. Бір күн қойсаңыз тіпті жақсы. Мен бір күн қойған жоқпын. Шамамен 3-3,5 сағат тұрды. Міне холодильниктен алып, қараңыздар, қандай мөлдір, тынық және дірілдеп тұр, дірілдеп. Көрдіңіз ғой? Мармеладымыз біздікі дайын. Енді қасықпен аккуратно кесіп аламыз да ыдысымызға салатын боламыз. Менде осындай тарелкаға әдемілеп формасын келтіріп салып алдым. Өте мұқият болыңыздар, бұл дірілдеп бөлініп кетуі мүмкін. Сол үшін мұқият болып салған дұрыс. Пышақпенен кез келген формада кесіп алсаңыз болады. Сізде арнайы бір формалар болса, кішкентай осы мармеладтың формалары, соған қасықпен құйып қатырып алсаңыз да болады. Немесе осылай мен сияқты барлығын бір ыдысқа салып, осылай қатырып алсаңыз болады. Көрдіңіз ғой, қандай әдемі болып шықты. Мен балаларым сүйсініп, бір күнде-ақ бітіріп тастады жеп. Міндетті түрде жасап көріңіз, балаларыңызға ұнайды деген сенімдемін. Сіздермен Ұлданай, рахмет сіздерге көргендеріңіз үшін.